Баршаңызға сәлем. Септик тез толып қалмау үшін не істеу керек? Қазіргі кезде жер үйлердің көпшілігінде септик бар. Бірақ кейде шамалы уақыттан кейін-ақ септик толып, ішін сорғызып алуға тура келіп жатады. Бұл жұмыстың ақысы аз тұрмайды, сондықтан жиі тазалату қалтаға салмақ түсіреді. Біздің ұсынған кеңестер ақшаңызды үнемдеуге, артық мәселеден құтылуға көмектеседі. Қазылған шұңқыр айналасына ағаш еккен жөн. Ол үшін ылғалды өзіне мол тартатын ағаш түрін таңдау қажет. Қайың ағашы ылғалды өзіне жақсы тартады. Қажетті ылғал мен минералды заттарды алған соң қалғаны буланып кетеді. Бұл ағаштың тамыры күніне шамамен 200 литр суды сіңіре алады. Қайың ағашын ылғалды жақсы тарту үшін міндетті түрде септиктің жанына отырғызу шарт емес. Ағаштың тамырлары жайлы өсетін болғандықтан, радиусы 10 метр жерге дейінгі аумақтағы ылғалды тартып ала алады. Егер қазылған шұңқыр қоршауға жақын орналасса, онда қайыңды қоршаудың сыртына егуге болады.